Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге заварные кольцедің рецептін ұсынамын. Ол үшін видеоны толық қараңыз. Ең алдымен кастрюляға сүтті, одан кейін су, кейін қант пен тұзды және сары майды салып, кастрюлямызды баяу отқа қойып, барлығын бір келкі болғанша ерітіп алатын боламыз. Рецепт төменде описаниеда жазылатын болады, сол жерден толығымен қарай аласыздар. Мінекей біздің массамыз еріді толығымен, ерігеннен кейін үстіне ұнды саламыз. Және де айта кететін жайт, бұл кастрюляны плитаның үстінен түсірмейсіз. Мен сіздерге видеоға ыңғайлы болу үшін осылай жасап көрсеттім. Плитаның үстінде тұрып ұнды саласыз, жақсылап араластырасыз. Яғни бұл құрамындағы су шығып кетуі қажет, осындай астында із қалу керек. Міне осындай бізде эластичный тесто шығу қажет. Кейін 4 жұмыртқаны бір-бірлеп салып араластырамыз. Мен ең біріншісін осындай ағаш қасықтың көмегімен араластырдым. Олай да болады, бірақ ұзақ уақытты алатын болғандықтан келесісін мен миксермен жасадым. Міне бір жұмыртқаны араластырып алдық, толығымен араласу қажет. Себебі кейде 4 жұмыртқа көп болып қалуы мүмкін. Міне екіншісін салғаннан кейін миксерледім. Үшіншісінде, төртіншісінде солай кезек-кезек миксерлеп алдым. Мінекей қыздар, бізде осындай қоймалжың кремге ұқсас, осындай тесто шығуы қажет. Тестамыз дайын болғаннан кейін противенге осындай пергамент қағазын өлшеп аламыз, алдын ала қиып аламыз. Қазір сіздерге бір лайфхак көрсетемін. Обычно пергамент қағаз противеннің бетінде дұрыс тұрмайды, ығысып кете беретін болады ғой. Сол үшін ең бірінші противеннің бетіне кәдімгі суды алып, шашып жағып қоясыз. Одан кейін пергамент қағазыңызды үстіне қойған кезде ровно тұратын болады, сізге мешать етпейді. Осылай жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Және де қыздар, менің каналымда өте қызықты, дәмді рецептілер бар. Соларды міндетті түрде қараңыздар, ұнағанын өздеріңізге сақтап алыңыздар. Дайын болған қамырымызды осындай кондитерлік қалташаға салып, ішіне насадкасын саламыз. Өзіңізге қалаған насадканы салсаңыз да болады. Менде осындай закрытая звездочка деген насадка. Одан кейін осылай силиконды лопатканың көмегімен жақсылап барлығын салып аламыз. Міне ортасында көріп тұрсыздар ма, ауа қалып қойды. Ол ауа қалмауы керек. Осылай жақсылап соңына дейін барлығын тегістейсіз. Видеода көрсетілгендей осылай жасасаңыз әдемі узор шығады. Міне біздің противенге пергамент төселген қағаздың үстіне осындай дөңгелетіп салып шығатын боламыз. Өзіңіз білесіз, әртүрлі қылтып істесеңіз де болады. Бұл эклердің рецептіне де келеді, және де дамские пальчики тоже жасасаңыздар болады. Өте сондай классикалық рецепт. Дәл осы видеодағыдай жасап, әдемілеп ұсынсаңыз болады. Дайын болған қамырымызды 180 градуста 40-45 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осындай болып әдем болып көтеріледі, дөңгеленіп әдем болып шығады. Енді қыздар, кремін жасауға кірісейік. Менде 33%-ық сливки және де мына жерде сахарная пудра. Осы екеуін салып, осындай шұңғылдау ыдыста жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде өзіңіздің қалауыңызша маскарпоне немесе творожный сыр салсаңыз болады. Мен тек осындай сливкимен легкий қылып жасайын деп шештім. Міне осындай масса болғанша біз кремін соғатын боламыз миксермен. Маған өте қатты ұнайтын процесс ол ең соңы. Любой тортты болсын, нені жасасам да осындай соңын әдемілеп, прям с любовью жасаймын.
Осылай екіге бөліп аласыздар. Одан кейін кондитерлік қалташаға салып кремді осылай дөңгелендіріп жағып шығасыз. Немесе қасықпен жақсаңыздар болады, бірақ ол объем бермейді. Кондитерлік қалташаға салып кремді жағып және де свежий ягоды тоже сеуіп тастасаңыз өте объемный әдемі болып тұрады. Қонақтарға ұсынғанға өте әдемі. Міне осылай жасадым. Барлығын кремін жағып болдым. Одан кейін бетіне сахарная пудра сеуіп әсемдеп қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.